Сәлеметсіздер ме, құрметті ата-аналар, оқушылар, ана тілі сабағымызды бастаймыз. Бүгін бізде 21-ші сабақ буын тақырыбы. Ережені қайталайық. Сөз буынға бөлінеді. Сөзде қанша дауысты дыбыс болса, сонша буын болады. Мысалы, ер, ата. Ата сөзінде екі дауысты дыбыс екі буыннан тұрады. Ер сөзінде бір дауысты дыбыс бір буыннан тұрады. Мысал үшін, жұмыс-шы. Үш дауысты дыбыс үш буыннан тұрады. Есімізде сақтайық. Бүгінгі сабағымызға назар аударайық. Оқулығымыздың 32-ші бетін ашамыз. 3-2 деп тұрады. Бірінші жаттығуға қарайық. Алматы метросы. Алматы метросы жаңа метролардың бірі. Әлемнің барлық метро бекеттері бір-біріне ұқсайды. Ал Алматы метросының бекеттері өзгеше. Ол 9 бекеттен тұрады. Мұндағы Мәскеу бекеті екі елдің достық белгісі. Ермек Жұмахметұлы. Балалар, метро деген не екенін білесіңдер ме? Ата-аналарынан сұрап көріңдер. Енді берілген мәтінді өз бетіңмен оқып көр. Екінші жаттығуға назар аударайық. Берілген өлеңді көркем етіп дәптерімізге көшіріп жазамыз. Өлеңді жазған уақытта әрбір жолы бірінің астына бірі бас әріптен бастап жазылады. Және жол соңына тиісті тыныс белгісін қоямыз. Өлеңде Алматы, метро, мекен сөздері кездеседі. Осы сөздерде неше буын бар? Қане буынға бөліп көрейікші. Бірге шапалақтап отырып буынға бөлеміз. Алматы. Дұрыс, 3 буын. Келесі сөз метро. Метро. Неше буын? Әрине, 2 буын. Келесі сөз мекен. Мекен. Неше буын екен? Дұрыс айтасың, 2 буыннан тұрады. Келесі 3-ші жаттығуға назар аударайық. Буындардан сөз құрау қажет. Қандай буындарды көріп тұрмыз? Ортада суреттері тұр, және буындары бөлініп берілген. Осы сөздерді табайық, Кір, П. Дұрыс. Келесі ба, лық. Келесі ақ, қу. Келесі тор, ғай. Соңғысы күшік. Өте жақсы. Дәптермен жұмыс. Балалар, жұмыс дәптеріміздің 22-ші бетін ашамыз. О әрпінің бас және кіші әрпін көркем етіп, жол сызықтарын сақтап жазамыз. Оқулығымыздың 33-ші бетіндегі 2-ші жаттығуды жұмыс дәптерінің 2-ші жаттығу деп тұрған жеріне көркем етіп көшіріп жазамыз. Ескертуді есімізге түсіреміз. Келесі 3-ші жаттығу жаңа біз оқулықтан орындағанбыз ауызша. Енді өзіміз суреттерге қарап, буындардан сөз құраймыз да, астына шыққан сөздерді жазамыз. Сөздерді жазған уақытта бірінші сөзді бас әріптен, келесісін үтір арқылы кіші әріптен жазамыз. Ең соңына нүкте қоямыз. Ісіңе сәттілік, сенің қолыңнан келетіне сенемін. Келесі сабақта кездескенше.